Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Менің каналыммен бірге болғандарыңызға үлкен алғыс айтамын. Рахмет. Комментария жазыңыздар, лайк басыңыздар. Ал бастаймыз. Осы белгінің әрекет ету аймағында трактормен басып озуға рұқсат етіледі ме? Құрметті оқырмандар, бұл белгінің атауы жүк көлікпен озуға тыйым салынады. Бірақ сіздер трактормен, велосипед және ат-арбаны озуларыңызға болады. Басқа көліктерді озуға тыйым салынады. Сонымен жауабымыз Д болатын. Осы маневр басып озу болып табылады ма дейді? Әрине жоқ. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне тоннельдерде тоқтауға рұқсат етіледі ме? Тоннельде тоқтауға болмайды, бірақ тестте мұқият болыңыздар. Анда мәжбүрлі деп жазып тұрса, онда барлық жерде сізге тоқтауға болады. Дәл қазір осы суретте тыйым салынады. Жүргізушілердің қайсысы белгіленген бағытта қозғалысты жалғастыруға рұқсат етіледі? Бұл жерде әрине белгі, нұсқау белгісі тік жүру дейді. Тек автобусқа рұқсат етіледі. Елді мекен тыс жерде ескерту белгісі қандай арақашықта орнатылады? Жауабымыз 150-300 метр. Елді мекенде 50-100 метр, елді мекен тыс жерде 150-300 метр. Елді мекендерден тыс оңға бұрылған кезде жеңіл автокөліктің қандай жылдамдықпен жүруіне рұқсат етіледі? Біз оңға бұрылғанда, елді мекен тыс жері болса, онда біз ең жоғарғы жылдамдығымыз 100-ден аспау керекпіз. Жауабымыз осы. Бұл жолда елді мекендерде жүру тәртібін белгілейтін ережелердің талаптары қолданыла ма? Жоқ, себебі көк белгі елді мекеннің атауы жазылса, ол ақпарат етеді. Бұл жолдың бойында ауыл бар екен. Сондықтан жауабы жоқ. Сондықтан сіздер осы көк белгіде, дәл осындай аймақта сіздер 100 км сағатымен жүруіңізге болады. Солға бұрылған кезде ақ автокөлік жүргізушісі жол береді. Енді суретке қарасақ, басты жол, міне, қиылыстың суретін салайын. Қиылыстың бір бөлігі қарамен сызылған жуан. Ол бізде басты жолдың бағытын көрсетеді. Дәл қазір автобус пен ақ көлік басты жолда тұр. Ақ көлік автобустың оң жағынан, сондықтан ол басымды болады. Содан кейін автобус жүреді, сосын барып жеңіл көлік жүреді. Сондықтан солға бұрылған кезде ақ автокөлік жүргізушісі ешкімге жол бермейді. Анимациядан қарауларыңызға болады. Көк түсті шарқылдақ шамшырағы және арнайы дыбыстық сигнал қосылған автокөлік жақындаған кезде жеңіл автокөлік жүргізушісі міндетті іс-әрекеті қандай дейді? Сонда бұл көлік оңға қарай көшіп жылдамдығын азайту керек. Жауабымыз Б. Жеңіл автомобиль жүргізушісі қиылыста кері бұрылуды орындау мүмкін бе? Әрине мүмкін. Рұқсат етіледі, себебі бұл белгі бізге тек солға бұрылуға тыйым салынады. Көк автокөлік жүргізушісі солға бұрылған кезде. Бұл кезде бізде басты жолдың бағыты тұр, сондықтан ешкімге жол бермейміз. Қиылыста бірінші болып өтеді. Жауабы С. Екінші кезекте бізде жеңіл көлік жүреді, сосын барып жүк көлік жүреді. Көрсетілген жерде жүргізушілердің қайсысы тұрақ ережесін бұзды? Негізі бұл жерде тоқтауға болады, бірақ тоқтап тұруға тыйым салынады. Сондықтан екеуі де бұзды. Бұл жағдайда велосипед жүргізушісі автокөлікке жол беру керек. Жауабымыз міне. Мұндай тәсілмен сүйреуге бола ма дейді? Қосымша тіркемесі болса, оң жағынан, онда рұқсат етіледі. Дәл қазір тіркемесі жоқ, сондықтан тыйым салынады. Орысша боковая люлька деп айтады.
Берілген белгі ол нені өзі ескерту белгісі болып саналады, себебі үшбұрышты шеті қызылмен белгіленген, іші ақ, ішіне қандай сурет тұрады, сол елді мекенде 50-100 метрде ескертеді, елді мекен тыс жерде 150-300 метрде ескертеді. Сондықтан жауабымыз С. Жаяу жүргіншілер өткеліне жақындағаны туралы ескертеді.